Қайырлы таң оқушылар, әдебиеттік оқу пәнінен саяхат бөлімінің мен де ғарышкер боламын тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Ендеше дәптерімізді ашып, бірінші жаттығуды орындаймыз. Яғни, балалар, сендер Гиннес рекордтар кітабы дегенді естідіңдер ме? Гиннес кітабы және рекорд сөздерінің мағыналарын нақтылап дәптерге жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Гиннес кітабына кірген қазақ. Тбилиси крейсерінен жаңа әдіспен ұшақты көтеру оқиғасына бүкіл әлем көз тікті десе де болады. Тоқтар сынақшы ұшқыш ретінде бұл ерлігін МиГ-29 ұшағымен жасады. Кеңес ұшағы лып етіп көтеріле ала ма, жоқ бұрқ етіп жоқ бола ма деген бүкіл дүние жүзінің мамандары демін ішіне тартып қарап тұрған еді. Тоқтар Әубәкіровке крейсердің қып-қысқа ұшу алаңынан МиГ-29 ұшағын лып еткізіп көкке көтеру міндет болды. Жаңа әдістің ерекшелігі сонда, ұшақ құдды трамплиннен түскендей төмен лықсып келіп, дүр етіп ұша жөнелген кептердей тез көтеріліп кетуі керек. Барлық мәселені тез секундтар шешеді. Сондықтан ұшақтың моторына да байланысты. Сәл іркіліс болса, бітті. Ұшақ судың астына кіріп кетеді. А деп ауызды ашқанша құйрығы құйқан етіп, зеңгір көктен көрінетін дыбыстан жылдам ұшақты Тоқтар сонда зыр еткізіп көтеріп үлгерді. Асқан дәлдік пен аядай жерге ұшақты қайта қондыру да ғаламат ерлік болатын. Авиация тарихында бірінші рет мұндай әдіспен ұшуды жүзеге асырған үшін Тоқтардың бұл ерлігі Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Бұл 1989 жылдың 1 қарашасында болған оқиға еді. Ал 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров қазақстандық бағдарлама бойынша ғарышқа жол тартты. 7 тәулік, 22 сағат, 12 минут, 40 секунд ғарыш кеңістігінде болған Тоқтар Әубәкіров тұңғыш қазақ ғарышкері атанды. Ер қанаты тұлпар деген сөз бар. Темір тұлпарды ерттеп мінгізген нағыз батыр Тоқтар Әубәкіров аршындап алға басып барады. Нағыз қазақ, қыран қазақ, қанатың талмасын. Дәл бүгін бар қазақтың осы бір нар қазаққа айтар тілегі осындай еді, деп Нұртөре Жүсіп ағамыз жазған екен. Балалар, мәтінді түсініп оқып болсақ, ендеше дәптерімізге мына бір сөзді жазып алайық. Бұл кеңес деген сөз. Кеңес деген сөз, балалар, 1917 жыл мен 1991 жылдары өмір сүрген мемлекет атауы. Яғни, орыс тілінде айтқанда Советский Союз, қазақ тілінде Совет одағы, Кеңес одағы деп атаған екен. Кеңес одағының құрамында көптеген елдер болған екен, балалар. Ендеше бұл сөз дәптерге жазып аламыз. Келесі дәптерімізге мына тапсырмаларды орындаймыз. Гиннес кітабына кірген қазақ кім екен? Ол қандай ерлік көрсеткен екен? Сол жайлы мәтіннің ішінен, яғни жаңағы әңгіменің ішінен тауып жазыңдар. Және Тоқтар Әубәкіровтың сипаттап сол жайлы дәптерімізге жазамыз. Сіздер Тоқтар Әубәкіров ағамызға қандай тілек айтар едіңдер? Өз тілектеріңді де жаза кетіңдер. Және де үй жұмысы. Үй жұмысына Гиннес кітабына кірген қазақ әңгімесін оқып, яғни түсініп оқып, және 5-ші жаттығуды өлеңді құрастырып көріңдер. Яғни бұл өлеңнің
көп нүктелердің орнына тиісті сөздерді қойып өздерің толықтырып дәптерге жазыңдар.